қалай басқа адамдардан 99% жақсы немесе өзіңнің мықты версияң болуға болады? Бірінші, дисциплина, яғни тәртіп. Мотивация күнде бола бермейді. Тек тәртіп қана сені белгілі бір нәтижеге жетелейді. Сенің шаршау, еріну, мұңаю сияқты эмоцияларың басқармау керек. Керісінше, сен эмоцияларыңды басқару керексің. Екінші, өз-өзіңді жеуді қой. Қазіргі таңда әр адам өзін басқа адамдармен салыстыруға бейім келеді. Бірақ сен бір нәрсені түсінуің керек. Әр адамның жолы әрқилы және жеке дара. Өзіңді салыстырып, төменге түсіргенмен, сен өзіңді жақсы сезінбейсің. Яғни бұдан жақсы нәрсе шығуы екітайлы. Үшінші, өзіңнің кемшіліктеріңді қабылда және сонымен жұмыс жаса. Төртінші, алғыс айт, яғни рақымшыл, ризашылығы мол адам бол дегенді білдіреді. Жер бетінде қаншама адам алғыс айтуға тұрарлық күнделікті әрекетті жасайды. Таңертең ұйқыдан тұрдың, өзіңе және Алла тағалаға алғыс айт. Тамақ жедің, бір зат сатып алдың, оған да рахмет айт. Көңіл күйін көтерген адамға рахмет айт. Ата-анаңа рахмет айт. Жалпы алғыс айту сенің өміріңдегі оң өзгерістердің бастауы болып келеді. Бесінші, жақындарыңды құшақтап, оларға өз сезіміңді білдір. Яғни, жақындарыңа сенің оларды жақсы көретіндігін жиі айтып жеткіз. Алтыншы, эмоцияларыңды басқар. Ең алдымен ашуыңды басқар. Мүмкіндігінше сабырлы болуға тырыс. Жетінші, физикалық та, менталды да денсаулығыңа назар аудар. Дұрыс қоректеніп, дұрыс тынық. Миыңа азық болатындай кітаптар оқы. Артық ойлардан арыл. Айналаңды сені тек алдыға қарай жетелейтін адамдармен толтыр. Яғни, үнемі өмірге налый беретін, негатив көп айта беретін адамдардан аулақ бол. Және сегізінші, соңғысы, ойыңда тек нәтижені көр. Процеске сен. Нәтиже бірден көрінбесе де, жұмысты әрдайым басынан аяғына шейін жасай бер. Әр күні әр түрлі тәсіл қолданып, белгілі бір нәтижеге жетуге болады. Бүгінгі видео осымен тәмам. Егер де видео ұнаса лайк басып, астыға комментарий жазып, менің басқа да видеоларымды көріңіздер. Бекатөл YouTube арнасына тіркеліңіздер. Сол арқылы сіз менің YouTube каналымның, YouTube арнамның дамуына бірден бір себепкер боласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.